Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен талшын каналыма қош келіпсіздер. Кестелі құймақтың жасалу рецептімен бөлсемін. 100% бір жасағаннан идеальный болып шығатын рецептпен бөлсетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қажет заттарды төменде жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы 200 грамм айранымызды және бұл кестелі құймақтың құпиясы міндетті түрде сұйық осылай басында қосу қажет. Жақсылап араластырамыз және бір шай қасық қопсытқыш салатын боламыз және үстінен бір шай қасық тұзымызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Және осылай масса көпіргенше бөліп отырып қантымызды салатын боламыз. Қантты қалауларыңызша салсаңыздар болады. Менің отбасым қантты көбірек ұнататын болғандықтан мен бұл жерде қантты көбірек қолдандым. Жақсылап араластырамыз және үстінен 2 жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып және қайнап тұрған ыстық суымызды, яғни кипятогымызды құйып араластыратын боламыз. Мінекей біздің сұйық массамыз дайын. Осылай жақсылап араластырып сұйық массамызды 2 бөлікке бөлетін боламыз. Біздің сұйық массамыз дайын болды. Енді осылай 2 ыдысқа бөліп құятын боламыз. Бір бөлігіне какао қосамыз, ал екінші бөлігіне ұн салатын боламыз. Осылай бірінші бөлік сұйық массамызға електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластырып, арасында іртік қалмайтындай осылай араластырып дайындап қоятын боламыз. Ал екінші ыдыстағы сұйық массамызға какао 4 ас қасық жақсылап араластырамыз және үстінен ұн саламыз. Және арасында іртік міндетті түрде қалмауы қажет. Жақсылап араластырып дайындап қоятын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер және парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің 2 ыдыстағы сұйық массамыз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде арасында іртік қалмауын бақылаңыздар және осылай үстінен банка немесе стаканға қойып және кондитерлік мешокты осылай орнатып, ішіне осы какао қосылған сұйықтығымызды құйып дайындап аламыз. Және табамызды қатты отта қыздырып аламыз. Қызған соң оттың астын баяулататын боламыз. Мінекей осылай біздің ақ массамызды құйып аламыз және осылай үстіне майда тесіктер пайда болған соң үстінен какао қосылған сұйық массамызды құямыз және осылай екінші бетіне аударамыз. Біздің кестелі құймақтарымыздың осылай рет-ретімен пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Қызып тұрған табамызға сұйық массамызды құйып аламыз. Осылай бетіне тесіктер пайда болған соң какао қосылған массамызды құйып, келесі бетіне аударып, осылай құймақтарымызды рет-ретімен пісіріп аламыз. Өте нәзік, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасы мүшелеріне өте қатты ұнайтын болады және алдағы мерекелерге орай көптеген пирогтар пісіретін боламыз. Сол себепті Fix Price магазиніне барып, көптеген пирогқа арналған формалар, қалыптар алдым және алдағы видеоларда бөлісетін боламын. Бұл пирогтардың рецептімен өте керемет ыдыстар, ешқандай астына жабыспайды. Сіздер де осы пирогтардың жасалу рецептімен сіздерге де бөлісетін боламын. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар және осы келесі видеода осылай шырша формасында пирог пісірудің рецепттерімен бөлісетін боламын. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Міндетті түрде сіздермен де осы рецепттердің бөлісетін боламын. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.